кинематика және динамика бөлімінің бағалау жұмысының екінші бір нұсқасында орындап тастайық. Қазір бірінші есебі. Есептің шарты мынадай. Троллейбус 18 км/сағат жылдамдықпен қозғала отырып, тежеліп 4 секундтан кейін тоқтады. Оның үдеуі мен тежелу жолын тап дейді. Бұл таза кинематика бөлімінің есебі. Кинематиканың есебін шығарардан бұрын ең бірінші анықтайтын мәселе дене қандай қозғалыс жасайды. Яғни берілген қозғалыстың түрін анықтау керек. Қозғалыстың түрі анықталса, сол қозғалысты сипаттайтын теңдеулермен, формулалармен жұмыс істей бастаймыз. Міне есептің шартында троллейбус алдымен тұрақты жылдамдықпен келе жатқан. 18 км/сағат жылдамдықпен келе жатқан. Яғни бір қалыпты түзу сызықта келе жатқан. Бірақ бізде оның алдыңғы қозғалысы қызықтырмайды. Ол бір кезде тежеле бастады. Тежеуші басты. Яғни мен осы заматтан бастап тоқтағанға дейінгі қозғалысы қарастырылу керек. Ал тежелген кезде не болатынын барлығымыз білеміз. Троллейбустың жылдамдығы кемейе бастайды. Ол тоқтауға әрекет істейді. Ақыр соңы барып тоқтайды 4 секундтан кейін. Мұндай қозғалысты түзу сызықты тең кемімелі қозғалыс дейміз. Яғни қозғалыстың түрін анықтадық міне. Мынау оң жаққа суреттің астына жазып қойдым. Міне көрсетіп жатырмын. Жазып қойып, оқиық қана. Тежелу дегеніміз ол үйкеліс күшінің әсерінен ғана өтетін түзу сызықты тең кемімелі қозғалыс. Бұл анықтамаға да түсініктеме берейін. Тежелу басталатын кезде троллейбус өзінің қозғағышын өшіріп қояды. Қозғағыштың тарту күші нөлге айналады. Сонымен тежегішті басады. Троллейбус екпінмен келе жатыр, бірден тоқтай алмайды ешқашан. Біртіндеп барып тоқтайды. Ал енді троллейбусты кім тоқтатады? Қандай күш тоқтатады деген сұраққа жауап беретін болса, міне дәл осы тежелу кезінде кез келген денеге тек қана үйкеліс күші әсер етеді. Троллейбустың дөңгелегі менен жолдың арасындағы үйкеліс күші троллейбустың қозғалыс бағытына кері қарай әсер етеді, артқа қарай. Және сол үйкеліс күші троллейбусқа кері бағытталған үдеу береді. Сол үдеу кері бағытталғандықтан, үйкеліс күші кері бағытталғандықтан, троллейбустың жылдамдығы кеми береді. Ақыр соңы барып тоқтайды. Ақыр соңы тоқтайды дегеніміз, ең жолдың соңындағы жылдамдығы нөлге тең болады. Міне бұнда бір ескеріп қояйық, міне белгілеп қойдым. Тежелу қозғалысы кезінде ең соңғы жылдамдық нөлге тең болады. Оны қазір біз пайдаланамыз. Және тежелу кезінде үдеу теріс болады. Жылдамдықтың, яғни қозғалыстың бағытына кері бағытталған болады. Оны да көрсетіп қойдық. Ал тежелу кезіндегі тең кемелі қозғалыс ол үйкеліс күшінің әсерінен ғана болады. Үйкеліс күші қозғалыстың бағытына кері бағытта әсер етіп, жылдамдыққа кері бағытталған үдеу туғызады. Міне тиянақтап, екі рет пысықтап қойдық. Яғни тежелу қозғалысына жан-жақты түсініктеме бердік деп ойлаймын. Енді есептің берілгеніне келейік. Міне
сол бағанда жазып қойдық. 18 км сағат жылдамдық тежелу қозғалысы үшін бастапқы жылдамдық болады енді. Өйткені троллейбус сол жылдамдықпен келе жатқан, тағы да айтамын, сол жылдамдықтан бастап жылдамдық кеми бастайды. Яғни бұл жылдамдық бастапқы жылдамдық болады. Тежелу қозғалысы үшін бастапқы жылдамдық болады. Ал енді троллейбус тежеліп барып 4 секундтан кейін тоқтайды. Яғни тежелу қозғалысына кететін уақыт 4 секунд. Және алдын айтқанымыздай, соңғы жылдамдық v 0-ге тең. Осы тең кеммелі қозғалыстың үдеуін табуымыз керек, және тежелу кезіндегі троллейбустың жүріп өтетін жолын табуымыз керек. А және S-ті. Әрине, өлшем бірліктерге қараймыз. Километр сағат деген өлшем бірлікті Си жүйесіндегі метр секундқа айналдыруымыз керек. Міне оны көрейік. Міне ол үшін не істейді екенбіз? 1 километрді 1000 метрмен ауыстырамыз. 1 сағатты 3600 секундпен алмастырамыз. Өйткені, еске түсірейік, 1 сағатта 3600 секунд бар. 1000 мен 3600 100-ге қысқартамыз. Міне 2-0-ден сызып тастадым. 100-ге қысқарттық. 18 мен 36-ны қысқартамыз 2-ден. 10-ды 2-ге бөлеміз 5-тен. Яғни бастапқы жылдамдығымыз 5 метр секунд болады. Келесі қадам. Троллейбустың тең кеммелі қозғалысының жылдамдығы кәдімгі үйреншікті формуламен анықталады. Бастапқы жылдамдыққа v0 қосу at. Бұл формуланы біз соңғы жылдамдығына, соңғы нүктедегі жылдамдығына қатысты жазамыз. Ал соңғы нүктедегі жылдам 0-ге тең. Сондықтан бірден жылдамдықты 0-ге теңестіреміз. Одан шығатыны бастапқы жылдамдықтың формуласы шығады. Одан бізге қажетті үдеудің формуласын тауып аламыз. Міне үдеудің формуласы шықты. Тағы да айтамын. Бастапқы жылдамдық v0 менен t уақыттың мәндері оң мәндер. Олай болса үдеу дәл осы формуладан теріс таңбамен шығады. Ол заңды. Ол туралы айттық. Ал енді тең кемелі қозғалыстың немесе жалпы тең айнымалы қозғалыстың жолының формуласы немесе тең айнымалы қозғалыстың қозғалыс теңдеуі. Мен мұна түрде жазылады, иә. Мұны әрбір оқушы біледі ғой деп ойлаймын. Біраз теориямен оқыған, теориядан хабар бар оқушы бұл теңдеулерді білуге міндетті. Бұл формулада бастапқы жылдам v0 белгілі, t уақыт белгілі, үдеуді қазір ғана таптық. Болды, жолды да нақты осы дайын формуламен есептеуімізге болады. Ал енді керек шамалардың сан мәндерін есептейік енді. Міне үдеуді есептейміз. Ол жерде айтып жатудың да қажет жоқ. Барлық айтылды. Үдеудің мәнін бірден есептей қоямыз. Жолдың да мәнін бірден есептей қоямыз. Бұл өте жеңіл есептеулер. Олай болса, есептің нәтижесі шықты. Жауаптарын жазайық міне. Үдеу минус 1,125 метр секунд квадратқа тең. Ал троллейбустың жолы тежелу кезіндегі 10 метрге тең.